Армысыздар, Алаш жұртының арқылы азаматтары, бармысыздар бір тұтас қазақ елінің игі жақсылары. Voice Project әдеби жобасы жалғасуда. Және де бүгінгі біздің студиямыздың қонағын таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Бұл тек қана әлемдік боксының былғары қолғабы шебер ғана емес. Бұл және де өзі өнерге жақын адам екен, қазір өздеріңіз көретін боласыздар. Бұл Қазақстан Республикасының бокстан спорт шебері және де Астана Арланс командасының құрамында WSB топтамасының чемпионы. Қазіргі таңда кәсіби бокстағы үздік боксшыларының бірі және де бүкіл әлемдік WBO ұжымындағы 4-ші орында, WBC-де 12-ші орында, IBF-те 5-ші орында және де WBA-де 1-ші орында келе жатқан Сүлеймен Промоушенс компанияның үздік боксшысы, еліміздің мақтанышы Айдос Ербосынұлы. Және де бүгін сіздерге біз оқитынымыз Мұқағали Мұқатаевтың өлеңі «Мен таулықпын». Қарсы алыңыздар. Тау дейтін алып жүрек ана туған, мен таулықпын, таудан мен жаратылған. Киіктің сүтінемі бер жеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан. Мен таулықпын, таудан мен жаратылған. Бұлт бүркеніп, жай отын ала туғам. Күн алғашқы сәулесін маған шашып, маған келіп түнейді қара тұман. Таулымын, тау менің дәу бесігім, мен оның әуресімін, сәулесімін. Асқар шыңдар желпейді бесігімді, бір орамын ағытып сәлдесінің. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Тау деген ана туған дара тұлғам. Тауға барып көк кешіп кетсем бекен, ұстап алып қыранның қанатынан. Urpağışın yetişsin, ata meden жерішін, берекенен бірлігін ей, насип етсін ау. Шыңғыс ханның жауынгері, қазақ елінің батыры Айдос Ербосынұлы.